Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте тез дайындалатын және де дәмі керемет болып шығатын кешкі ас дайындаймыз. Және де өте ерекше тағам, өте тойымды, міндетті түрде дайындауға мен сіздерге кеңес беремін. Ең бірінші үкіштен өткізілген сәбіз және пиязымызды аздаған майда қуырып аламыз. Фарш және де туралған пиязымызға тұз, бұрыш татымына қарай салып араластырамыз. Тура видеодағыдай формаларға келтіріп шығамыз. Спагеттимізді ортасынан саламыз. Формамыздың астына үкіштен жаңағы өткізілген қуырылған массамызды саламыз. Үстінен спагеттимізден фаршымызды салып, қайнаған суды, томат пастасын салып араластырып, запеканкамыздың үстіне құйып шығамыз. 180 градуста 40 минут аралығында пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады, қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің инстаграм парақшама да тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін тамашалап, сіздерге ұнап жатса, лайк басып шынайы пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген өте дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен бірге болған Айгерім ас болсын.